Сәлеметсіздер ме, құрметті гүлсүйер қауым. Бүгін біз мынау герань гүлінің қалай гүлдегені және сонымен бірге оны қалай күтіп баптау туралы видео түсірмекшіміз. Герань гүлі өте әдемі гүл. Біріншіден, екіншіден, оның жаңағы әртүрлі гүлдерді, түсті гүлдерді беретін сорттары бар. Әппақ мынау мендегі розовый гүл дейді, яғни алқызыл гүлі бар герань гүл шығаратын. Сондықтан бұл алқызыл түсті беріп тұрғаны көрініп тұр деп ойлаймын. Бұл негізі осы қыс кезінде, февраль кезінде бұны мен көршіден алып тамырлатқан болатынмын. Менде бұндай розовый алқызыл түсті герань жоқ болатын. Ақ түсті гүл шығаратын герань болған, қызыл түсті болған. Сондықтан мен осыны көршіден мынандай кішкене ғана көшетін жұлып алып, суға салып өсіргенмін. Бүгін міне сәуір айының, яғни апрель айының 15-і бұл уже гүл шығарып үлгерді. Тамырлаттық, одан кейін кішкене ыдысқа отырғыздық. Міне жаңағы көктем шығып күн жылына бұлар екі үлкен бутон беріп, әдемі гүл шығарып тұр. Гүлдері өте әдемі, шоғырланып, адамға үлкен қуаныш сыйлайды. Міне бүгін осы герань гүлінің осындай әдемі көрінісін сіздермен бөліспек болдым. Бұл гераньді негізінде жаңағы жылдам гүлдеу себебі кеше ғана тамырлатып отырғызған 2-3 қана жапырағы бар гераньның бұлай әдемі гүл шашу себебі. Бұны ылғи да мен жаңағы қар суымен суарамын, табиғи сумен суарамын, яғни содан кейін жылы жерде әдемі топырағын қопсытып, осылай әдемі күтім көрген гүл бірден осындай неғылып гүлдеп шығады екен. Келесі видеоларымда мен ақ гераньді және алқызыл, оттай қызыл гераньның гүл осындай бутондарын шығарғандығын түсіретін боламын. Қызықты жайттарды қалдырып алмас үшін каналға тіркеліп, өздеріңіздің ойларыңызды білдіріп қоюды ұмытпаңыздар. Одан кейін жаңағы бұл күннің көзін өте жақсы көретін өсімдік. Бұл ауаны жаңағы жақсы тазартады, иісі хош иісті. Егерде жапырағын қозғап қалатын болсақ, үйдің іші әдемі гүлдің иісіне жаңағы толып кетеді. Гераньның негізінде гүлі де жапырағы да хош иісті болады. Сондықтан гүл шықпаған кезде де гераньның жаңағы жапырағын қозғап қолыңыз тиіп кететін болса, өте жаңағындай балғын, әдемі, сондай хош иіс үйдің ішін кішкене тарап кетеді. Міне герань гүлі туралы бүгінгі айтпағым осы.